Осыдан 5 миллион жыл бұрын қазіргі Маңғыстау теңіздің түбі болған білесіздер ме? Ол кезде Лавразия мен Гондвана деген суперконтиненттің арасында Тетис деп аталатын алып мұхит болған. Маңғыстау сол мұхиттың астында жатқан. Сондықтан да Маңғыстаудың табиғаты ерекше. Көбі Маңғыстаудың жер бедерін Марс планетасындағы пейзаждарға ұқсатады. Маңғыстаудағы бозжыра шатқалы Қазақстанның көркем жерлері туралы кез келген материалда кездеседі. Астанаға да келгенімде көп байқағаным, құрылыс жүріп жатқан үйлердің қоршауында бозжыра шатқалы мен Каспий теңізі көп бейнеленген екен. Маңғыстауға барып, осы керемет табиғатты көргендеріңіз бар ма? Я, жоқ деп жауап берсеңіздер де болады. Осы жерде отқандардың барлығы барған секілді баратындар да болады. Ал бармағандарыңыз баратын болсаңыздар, міндетті түрде үстіртке де келулеріңізді сұраймын. Себебі үстірт те өте керемет жерлердің бірі. Ал бармайған адамдарға келетін болсақ, олар міндетті түрде Маңғыстауға келулеріңізді сұрайым. Себебі Маңғыстаудың табиғаты бір көрген адамның есінде мәңгіге қалады. Және мен осы туған өлкемнің сұлулығын бүкіл әлемге көрсетсем деп армандаймын. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Гүлбану, мен 15 жастамын. Ақтау қаласындағы мектептің 10-шы сыныбында оқимын. Биыл мен ғылыми экспедицияға шықтым. Өзім бұрыннан үңгірлерге қызығатынмын. Сондықтан да Маңғыстаудағы ең ірі үңгірге экспедиция ұйымдастырып, осы жобамен республикалық ғылыми жобалар байқауына қатыстым. Негізі мен ЮНИСЕФ пен ұлттық волонтерлер желісі жүзеге асыратын BSAFE жобасының еріктісімін. BSAFE жобасы мектеп оқушыларына төтенше жағдайлар кезінде қалай әрекет ету керектігін түсіндіреді. Біз 381 ерікті болып, мектеп оқушыларына онлайн және офлайн форматта лекция оқып, 170 бейнежазба дайындадық. Оны 3 миллионнан астам адам қарап шықты. Мен кішкентай кезімнен белсенді болатынмын. Волонтер болу, өзіңнің бір биік мақсат үшін үлес қосып жатырғаныңды білу адамға үлкен мотивация береді. Менде сол сияқты волонтерлік жобаларға белсене араласа жүріп, тағы да бірдеңе істегім келді. Ғылыми жобаға да қатысым келді. Осылайша волонтерлік жобалар мені республикалық ғылыми жобалар байқауына қатысуға итермеледі. Ал Маңғыстауға қайтып келетін болсақ, Маңғыстау небір аңыз бен шежіреге, адам таңғаларлық таңғажайып кереметтерге толы. Сол кереметі мол өңірдің бірі Маңғыстаудағы Үстірт аумағы. Үстіртте 30-ға жуық үңгір бар. Олар негізінен карстылық ойықтардың түбінде пайда болған. Олардың ішіндегі ең ірілері бұл ойық пен Өтебай үңгірлері. Бұл ойықтың аузынан қыста бу шығып жататындықтан оны жергілікті жұрт бұлы ойық деп атап кеткен. Ал ұзындығы 100 метр болатын Өтебай үңгірі Маңғыстаудағы ең ірі үңгірлер қатарына кірсе де терең зерттелмеген. Мен Өтебай үңгірі туралы мәліметті география пәнінен сабақ беретін әрі біздің сынып жетекшіміз Нұрдана Жақсыбаеваның атасынан естіген болатынмын. Сол атаның әңгімесінен соң сол үңгірді барып тауып, ол туралы мәліметтер жинап, республикалық ғылыми жобалар байқауына қатысамыз деп шештік. Сонымен алдымен Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкерлерімен байланысқа шығып, рұқсат қағазын алдық. Сөйтсек, Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкерлерінің өзі Өтебай үңгірінің нақты орналасқан жерін білмейді екен. Маңғыстау облысы бойынша үлкендігі жағынан екінші орын алатын үңгірдің әлі күнге дейін зерттелмей келе жатқаны мені өте қызықтырды. Содан кейін Маңғыстау өлкесін зерттеген Серікбол Қондыбайдың Маңғыстау географиясы атты кітабын аудандық, облыстық кітапханалардан жинап, Өтебай үңгірі туралы мәлімет жинауға кірістік. Ол кітапта үңгір Ақтау қаласынан 500 шақырым қашықтықта орналасқан, әрі Өтебай зиратынан 1,6 шақырым қашықтықта деп орналасқан деп жазылған. Осылайша қолымызда үңгірдің орналасқан жері туралы нақты ақпарат жоқ, тек кітаптағы мәліметке сеніп экспедиция қамдандық. Ең алдымен алыс жолға жарамды көлік іздедік. Ғылыми жетекшімнің танысы бізді апаруға келісті. Жол шығынын өзіміз өтедік. Осылайша Өтебай үңгіріне 5 адам болып аттанатын болдық. 2 оқушы, 2 мұғалім, сонымен қоса көлік жүргізушісі. 2022 жылдың 9 тамызында таңғы сағат 5-те Ақтау Жаңаөзен Құланды тас жолы арқылы өтіп, Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкерін жолдан салып алып, Үстірт мемлекеттік қорығы аумағынан өтіп, Өтебай зиратының басына бағыт алдық.
Бірақ үстіртке бару қиын болды. Қисық жолдар, ешқандай белгі, интернет желісі болмады. Жазық далада бір көлік болып біздер жүрдік. Өтебай зиратын Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкерлерінің таныстары арқылы таптық. Өтебай зиратын басына бата оқып, әрі қарай Өтебай үңгірін іздеуге шықтық. Үңгірді табу қиын болды. Жазық далада ешқандай белгі жоқ, ал Өтебай үңгірінің бір ерекшелігі оның кіреберісі жай ғана ойыз, яғни білмейтін адам оны бірден байқамайды. Осылайша 2 сағат жаяу бөлініп іздедік. Сонда да таба алмадық. Көңіл күйіміз түсіп, көлікке келіп, қарнымыз ашқаннан өзімізбен бірге әкелген тамақтарды жей бастадық. Бірақ ол кезде Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкері қасымызда жоқ еді. Ол Өтебай үңгірін іздеуге жалғыз өзі кетіп еді. Ол кісі көлікке келіп, асықпай тамақтанып болғаннан кейін үңгірді тапқан жеткізді. Бәріміз аңтамыз, не себепті ертерек айтпадыңыз десек, асықпай тамақтанып алсын дедім дейді. Біздің қуанышымызда шек болмады. Өтебай үңгірін тапқаннан кейін соған қарай бағыт алдық. Ал енді үңгірге келдік, үңгірдің ішіне түстік. Өтебай үңгірінің пішіні мен оның ішіндегі жабайы жидектерге таңғалу мүмкін емес екен. Нағыз ғажапқа тап болдық. Бұл менің өңім бе, түсім бе, ажырата алмадым. Үңгірге кіргенде үстіндегі тастарды көріп, денеңде қорқыныш билейді. Кейбіреулерін қолмен ұстап көруге болады, ал кейбіреулері биікте орналасқан. Тасты қолмен ұстап қалсаң болды, уақталып, құмға айналып кетеді. Әрі үңгірдің ішінен аң мен құстың іздерін де байқадық. Өтебай үңгірінде эволюциялық процестер өте жай жүреді. Ондағы климат бір қалыпты, сыртқы әлеммен байланыс жоқтың қасы. Сондықтан да көптеген археологиялық олжалар таптық. Мысалға айтатын болсақ, өсімдік қалдықтарынан гербарий жасадық, жидектерін көрдік, тастарын, құмдарын көрдік. Қайтып келгеннен кейін Ақтаудың географшы зерттеушілермен байланысқа шығып, Өтебай үңгірі туралы мәлімет бердік. Жинаған деректермен де бөлістік. Ал Үстірт мемлекеттік табиғи қоры қызметкері біздерге алғысын айтып, өздерінің жекеленген картасына Өтебай үңгірінің нақты орналасқан жерін белгілеп алды. Осылайша мини-экспедициямыз сәтті аяқталды. Маңғыстау сияқты табиғаты бөлек, тарихи бай өлкенің әлі зерттелмей келе жатқаны өкінішті әрине. Маңғыстауға әдетте тарихты жақсы көретін, рухани дамуға ұмтылатын адамдар турист ретінде келеді. Біздің аймақта 362 қасиетті орын мен 13 000 тарихи ескерткіш бар. Әрі соңғы жылдары Маңғыстауға келетін туристер саны да артуда. Бірақ олардың көбі Каспий теңіз жағалауына, Қарақия ойысы мен Бозжыра шатқалын көруге, әрі Бекет атаның басына ғибадат жасауға келеді. Ал менің ойымша, Маңғыстауда тағы бір туристік потенциалы мықты бағыт бар. Ол спелеотуризм, яғни үңгірлерге саяхат жасау. Қазақстанда қазір саяхаттың түрі дамып келеді, тек спелеотуризм ойдағыдай дамымай тұр. Біздің елімізді айтатын болсақ, біздің елімізде 2 спелео провинция бар, яғни үңгірлер көп орналасқан аймақтар. Бірі біздің Үстірт, ал екіншісі Тянь-Шань орталығы, Қазақстанның оңтүстігі. Осы 2 аймақта да инфрақұрылымды дамытып, жерасты құпияларына қызығатын туристерді тартуға болады. Себебі тәжірибелі туристердің айтуы бойынша, Қазақстанда Альпі мен Пиреней тауларының үңгірлерінен еш кем емес үңгірлер мен таулар бар. Мен қарапайым оқушымын. Мен Маңғыстауда спелеотуризмді дамытуға әзірге үлкен үлес қоса алмайтын шығармын. Бірақ мини-экспедиция жасау арқылы, осылай сіздермен бөлісу арқылы саяхаттың қызықты түрі бар екенін неғұрлым көп адамға жеткізгім келді. Рахмет.